Ассаламу алейкум. Қолда бар азық-түліктен өте дәмді және жылдам бәліш пирог әзірлейміз. Ең алдымен бисмиллах деп 2 жұмыртқаны жарамызда. Бөлме температурасындағы 7 ас қасық қант салып, қантымыз ерігенше араластырамыз. Қанттың мөлшерін өзіңіз қалауыңызша азайтып немесе көбейтсеңіз болады. 1 шымшым тұз себеміз. 250 мл айран немесе ашып қою боп үйіған сүтті пайдалансаңыздар болады. Міндетті түрде үйіған болу керек сүттеріңіз. Барлығын жақсылап араластырамыз да кейін 300 грамм ұнымызды елекіштен өткізіп саламыз. Ұн түйіршігі қалмағанша бір келкі етіп қамырымызды араластырып аламыз. 2 ас қасық өсімдік майын, жарты шай қасық ас содасын салып, ас содасының түйіршігі бір жерде қалып қоймайтындай жақсылап араластырып аламыз. Егер арнайы формаларыңыз болмаса, ұстайтын жері алынатын табаларыңызға сковородкаға пергамент қағазын төсейміз де, қамырды құйып, бетін бір келкі етіп тегістейміз. Қамырларыңызды қатты жерге жақсылап сілкілеп ұрып, астыңғы жақтағы ауаларын шығарсаңыздар болады. Кейін пергамент қағазының 4 жақ бұрышын осылай бүреміз. Қамырыңыз көп болған жағдайда сыртқа ағып төгіліп кетпеу үшін. Бәлішіміздің үстіне кокос түйіршігін әсемдік үшін себеміз. Алдын ала қысып тұрған 180 градустағы пешімізде 25-30 минут пісіреміз. Бәліштің толық піскендігіне көз жеткізу үшін ағаш шпажканы пайдалансаңыз болады. Дайын болған бәлішімізді суытамыз. Кейін суыған кейін пергамент қағазынан босатып, дастарханға әдемілеп кесіп сұна берсеңіздер болады. Пирогты пеште сәл 2-3 минут артық ұстағандықтан кей жерлері қызарыңқырап пісті. Ортасы толықтай піскен, жақсы көтерілген көпіршікті бәлішіміз әзір болды. Ас мәзірі ұнаса, лүпілдеріңізді аямаңыздар. Келесі ас мәзірінде кездескенше сау болыңыздар. Жүректеріңіз иманға, дастархандарыңыз адал асқа толы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.